Аймақ жобасы жалғасуда, жарнамадан оралдық. Барлық мәселені шешкен дейміз. Енді эфирді бастауға болады. Кезекті құпия белгі. Бізде Ақтөренің қолында. Ақтөре, ойланбаңыз. Кім жаққа қарап отырсыз? Қамрақұлға ма? Ал белгіні көрсетсеңіз, жоғары көтерсеңіз. Ерге жаққан әйел елге де жағады дейді. Ал сізге жаққан қыз табылды ма? Көрейік, Ақтөре, ортаға келсеңіз. Үлгердіңіз бұл жолы? Ұстап алдыңыз ба? Жұлдызыңыз жұлдыздай жарқырап жүр ма қайда? Юлдуз ба? Юлдуз. Юлдузды түсімізде ғана көретін болдық қой, Диана ханым қазір. Неге? Юлдуз. Саған Ақтөре, сіз үлгі көрсете ме деп жүрсек, үміткермен қалай кездесу керек? Алғашқы кездесуді қалай ұйымдастыру керек? Солай негізі көрсетейін деген, Диана ханым. Мастер-класс қайда? Прям мастер-класс көрсетейін деп едім. Қыз жақ кішкене подвать етіп қойды. Сонымен Кездесуге бармады ма? Кездесуге бармағанда былай болды, Диана ханым. Шыны керек, сырласуда сөйлестік, ұялып отырды. Сосын айттым, шыққаннан кейін кездесейік дедім. Ол айтты, қонаққа барам мен қаланың шет жағына. Сосын онда қонаққа дейін барғанша кездесіп алайық дедім да, мен сен кете бер, эфирден үйге барып дайындалып отыр, мен барам дедім. Эфирден шығып жаздым, қалайсың осылай дедім, ол 8:30-да кетемін мен деді. Уже мен ояққа барғанша 8:30-да сондайда барам. Ол 5-10 минутта не сөйлесесің, теседі деп сөйлесетіндей қыз емес, асықпай сөйлейді екен. Сонымен мен барып келейін, ертең кездесейік деді. Ренжімейсіз ба деді, хорошо дедім, кетті. Сосын түнде жаздым, қалайсың, жеттің ба, амансың ба? Содан жоқ қой. Ертесінде қайырлы таң, сүйкімді жан, бәрін айтты ғошым. Қайырлы таң, сүйкімді жаным әшейін, менің үміткерім, күнім. Сонымен жоқ қошым. Сонда да жоқ. Сондай тек жаман жігіт болып кеткен ба, мен Диана ханым түсінбей қалдық. Сонымен содан жоқ әлі. Хабарластық, хабарда жоқ. Может, мені көріп отырсаң, Юлдуз, привет. Юлдуз, амансыз ба? Енді сіздің жауап бермей жатқаныңызға, студияға келмегеніңізге қарасақ, таныстық тоқтайды. Солай ма? Диана ханым, таныстық тоқтайды, өкінішке орай. Негізі үміткерлерді қазір қатты сыйлайтын болып жүрмін, шыны керек. Ниетім түзу, көбісі айтып жатқан шығар, қайтып келді, неге келді деген сияқты. Шын айтайын, ниетім түзу, қазір маған қазір өзім сияқты қарапайым қыз келсе, мен осы жерден той жасап, қалай айтсам болады, жетістікпен кеткен дұрыс қой, Диана ханым. Өзім білесіздер ғой, былай қарағанда жетістікті кім жақсы көрмейді, бәріміз жақсы көреміз ғой. Сосын бұйырса, мақсатыңызға жетіп, керемет нәтижемен бұл жобадан кетсеңіз, жалғыз емес, жаныңызда бір аққу болса. Енді сіз арлансыз ғой. Арлан беді? Арланның қызын қалай айтыш? Арланның кереміз. Аққу бола берсін, аққу бола берсін. Аққу жақсы ғой, махаббатқа жақын өзі. Сосын Диана ханым, мәссаған. Диана ханым, негізі бұл бір қызық, ерекше бір сыйлық. Ақтөренің сыйлығы кімге екенін өзі айтсын. Қызыл раушан гүлді дорбада не жасырылған? Диана ханым, бірден айта кетейін. Бүгін негізі мен үшін де қуанышты күн. Өзімнің туған әпкемнің баласының туған күні, өзім атын мен қойғам. Кім деп? Жан деп қойғам. Жан? Қатты ойлам, күшті. Кәдімгіде 2 күн ойланып қойдым. 2 күн ойладым. Жоқ, керемет есім ғой? Жан. Өйткені мен қалай жан деген маған ұнайды, кейін өскен кезде оны бәрі ортада жан деп жүреді, еркелеп жүреді. Сол үшін арайлым, Жаско, бақытты болыңыздар, жан аман болсын. Құттықтап кетейін. Және де Диана ханым, мен неяқта тұра берейін бе, қобалжып кетті ғой кәдімгідей. Енді 3-4 күн болды ғой эфир басталғалы. Шыны керек. Неяқта көріп атыр, қыздар, балалар, барлықтарыңыз дұрыс жағынан түсінесіздер деп ойлаймын. Бұл жерде сыйластық, қыздар да өте әдемі, Диана ханым. Ұлдар да молодец негізі. Жанымдай көріп жатсыздар, бөлінбеңдер деп жатсыз. Ол бөлінгенді бөр жейді
деген бір қазақ сөзі бар, сіздерге келген кезде айтқанбыз. Мынау енді өзім атынан шын жүректен сыйлығым, сыйластығым. Енді қуанышқа емес шығар, я созбай айтсақ, Ақтөре. Сол өзімнің жирабыма ғой. Келіңіз, Мұхтар, ішінде. Мұхтарға микрофон ұсынсаңыз. Негізі Қазір бір арлан құс студияға кіріп келмесін, бұл менің атымнан деп. негізі ескі қатысушылардан ең қатты өзім күткенім Ақтөре болатын да. Енді қазақтың туын шыңға көтеріп жүрген батырлардың бірі ғой. Содан бірге отырып, осыдан сабақ алып, осыдан үміткерлерді қалай сыйлауға болатын. Подарка алып деп қойсайшы. Негізі мен ойлап жатыр едім өзім жаңа, если Ақтөре үйленіп кетсем деп жатыр ғой. Ана бет ашар болған кезде Ақтөреге өзім жираф подарить етем деп ойыма келіп жатыр еді. Тура менің ойымды оқып қойып, бүгін маған подарка алып келіпті. Көп-көп рахмет. Қуаныштысың ғой, Иә, қуаныштымын. Бұны енді қай жерге қоясыз? Қолыңа ұстап жүр, мені есіңе түсір. Қалтаңа сақ қой. Бұны машинама қойып қоямын. Жарайсыз. Диана ханым, рахмет. Неге бұндай дорба таңдадыңыз, Ақтөре? Что, бұл менің образымды соған сай болып келсін деп. Сен қуып кеттің. Жоқ, былай ғой, просто бұл жерде бүйтіп қарадым да, енді дорба қыздарға арналған, иә? Қыздарға қарасам, мен қай қыздың былай сезімі бар ма деп қарадым, бірақ бір-екі қыз байқап қалдым. Кім? Көздері бүйтіп елең-елең етіп. Айта алмаймын енді оны, көреміз енді, Диана ханым. Бірақ ол қыздарға айтарым, айтып отырмын, мен келгенде сөз салмаймын дегем. Байқасаңыздар, өздеріңіз сөз салсаңыздар, күтіп аламын ғой. Және де өзімнің үміткерімді күтемін, Диана ханым. Маған үміткер болып келгіңіз келсе, астындағы сайтқа жазып, чемпионға келіңіздер, жақсы жағынан күтіп аламыз. Ой, Мұхтар, Ақтөре. Иә, керемет көңіл-күй, керемет сыйлық, керемет ойыншық. Бірақ бүгін Аружан, мен студияға келе жатқан кезде сізді көліктің ішінде байқап қалдым. Неге жылап кетіп бара жаттыңыз? Сіз де жыладыңыз эфирге дейін. Неге сіздер жылай бересіздер, құрметті қыздар? Су көп ішеді, Диана ханым. Мен ойладым, артыңыздан Асхат мырза біздің Ханзада кетіп бара жатты. Асхаттың ондай жоқ еді, ренжітіп қойды ма екен деп түсінбедім. Жоқ, жалпы негізі менде бәрі жақсы. Просто андай сөзді қатты жүрегіме қабылдап қаламын да, бағана енді мен ол нәрсеге дайын болып келдім да, что кері пікірлер болатынын жақтырмау, андай оның бәріне мен дайын болып келдім да, бірақ енді бәрібірде маманың жекжаты бар, жаты бар, туысқан бар деген сияқты нәрселер өте көп қой. Қазақтың сондай бітпейді ғой. Содан кейін нандай жаңа YouTube желісінде бір видеомды салып қойыпты да, Аружанның ағасы анасын зорлапты деп ше, солай қылып прям. Енді менің әулетімде үлкен кісілер өте көп. Ол нәрсені олар оқығаннан кейін дальше көруді білмеймін, ойланбады ма, соны көріп оқи салысымен менің анама тағаназанмен звондап, үлкен дау болды, үлкен сөз болды, сөк болды, Аружан не айтып жүр, не істеп жүр, бір әулетті қиратты ғой деген сияқты. Масқара. Оны ашқан басқа адамдар? Оны ашқан басқа адамдар. Мен оның бәрін түсіндіріп, бәрін мән-жайды түсіндіруге қатты тырыстым. Енді мен ойлаймын, мен жақсы жағынан түсінеді деп, ол олай емес, ол рас әңгіме емес. Толық нұсқасын біздің Қосылайық бағдарламасынан көре аласыздар. Сол жақта бар, интернет желісінде шығып жатқан дүниенің, жазылған нәрсенің бәріне сене берудің қажеті жоқ деп ойлаймын. Сол себепті мен көзіме қатты жас алып, ерік беріп, жаңағыдай жылап қалдым. Маған ауыр тиді ол дүние. Асхат мырза. Диана ханым, мен Аружанды үйінен алып кетіп, апарып тастаймын да, өзім туған қарындасымдай көрем, барлығы біледі оны. Таңертең 10-15 минут қалғанда үй жағына звондаймын да, дайын тұр, мен шығып келатырмын деген сияқты. Дауысы бір түрлі болып тұрды. Сосын Аружан, мен келдім дедім, мен келатырмын деді да, түрі бұзылып кеткен енді, түріне қарады, не болды дегенім,
осы ситуацияны айтып берді да маған. И мен өзім де көзіме жас алып жақып қалдым да, олай шыны керек. Андай жүрегім андай елжіреп отырды да, еркелеттім да енді, пучите еркелетем ғой. Сөйтіп келгенше еркелетіп келдім енді, шыны керек. Сол еркелеген кезде кішкене көңіл күй көтерілді ме? Көтеріліп, иә, эфирген жақсы болып келді. Мұңайма ел былшылдай береді. Бәрі жақсы болады. Диана ханым. Негізі қатысушыларға айтайын деп жатырмын да. Енді мына жобада отырғаннан кейін YouTube желісі болсын, Instagram желісі болсын, неше түрлі сындар, пікірлер болады. Неше түрлі жаман, ауыр сындар. Мен YouTube'да мен туралы да неше түрлі сұмдық оқиғалар бар. Енді ананың бәрін оқысаң, мен шашым тікке тұрады. Бірақ мен көңіл бөлген жоқпын, оның бәрі өйткені өтірік. Сондықтан сен бүгін Аружан жылап жатсың, мен сен түсініп тұрмын, бірақ та көңілің бөлме ондай заттарға. Өйткені жаза береді. Комментарийдің өзінде де оқысаңдар, енді елдердің бәрінің аузына қақпақ болмайсың ғой. Сұмдық дүниелер жазады. Сол үшін каждый затқа сендер ауырып, жылай берсеңдер мына жерде, өз-өздеріңді аяңдар деп Диана ханым айтып кетті ғой эфирдің басында. Сол сияқты өз-өздеріңді аяңдар. Ондай пікірлерге көңіл бөлмеңдер. Өте дұрыс. Бірақ енді кейде ойланып қарасаң, ондай дүниелерді жалған ақпаратты тарату үшін адамда қандай мақсат болу керек? Атың шықпаса жер өрте деп бір парақшасын дамытқысы келе ме екен, оқырман санын дәл сондай жолмен көбейткісі келе ме екен. Бірақ енді бұл өте сорақы, өте арзан, өте төмен қадам. Өйткені отбасын ондай іске араластырып, дәл бұндай атпен шығару өте, білмеймін, сондай бір нашар пиғылды жанның тірлігі деп білемін. Әрине біздің Құдайға шүкір фан парақшаларымыз қосылайықтың, әр қатысушының жеке бэндтің өте көп қолдау білдіріп жатады, мақтау сөздерді айтып жатады, кез келген сәтте бір демеу көрсетеді. Бірақ енді ақ пен қара қатар жүреді деген сияқты бұндай дүниелер де, бұндай парақшалар да болады. Барлығын біз басқара алмаймыз, контрольда ұстай алмаймыз. Олар тарай береді. Оған дайын болу керек, және адамда мықты иммунитет болу керек. Ол уақыт өте келе қалыптасады. Диана ханым бола ма екен? Сәлеметсіз бе, Диана ханым? Қайырлы күн. Өте әдемі болып тұрсыз. Рахмет, Елена ханым. Сіз де сұлусыз, жарқырап көзге түсіп отырсыз. Рахмет сізге. Бүгінгі бағанадан басынан бастап, енді Айлита мен Аружан бір-біріне кешеден бері ренжіскендерін айтып жатыр, көргендерін, фотоға түсіргендерін жаңағы бір-біріне. Мен ойлаймын, Диана ханым, екеуі бір-бірі татуласса осы жерде біздің алдымызда. Соны сұраймын. Құшақтасып, бір-бірімен татуласса. Аружан, Айлита өзің кішілігін, Аружан кішілігіңді көрсетіп, Айлитаның қасына барып, бір қол ұстасып, кешірсеңіздер бір-біріңізді. Сіз бізіктеріңіз жоғалмасын, бір-біріңізді сыйлап біліңіздер деп айтам енді. Аналық парызым айту. Бүгін өздері әпкелі сіңіл сияқты бірде киініп алған, ұқсап та тұр. Енді тату болып, ұрсыспай, аман есен жүрсек. Ал біз эфирді жалғастырамыз, және ол үшін ортаға Аружан сізді шақырамыз. Келіңіз. Көңіл күйіңіз түспесін, барлығы жақсы. Анаңыз бастысы сізді біледі ғой, жақсы таниды, өз қызын. Қандай екенін біледі. Болды? Ой, мама маған поддержка күшті береді, прям. Мен сынайын деп жатырмын, сен болды, ой, ұрсады. Просто мен қалаймын да, чтобы мамаға сөз мен атымнан келмесін депші. Все-таки жүрегім ауырады ол кісіге. Сол үшін ғана. Көңіл күйіңіз көтеріліп отырсын, кәмпит сізге. Ал үміткеріңіз жайлы айтсаңыз. Кеше барлығын өзіне қаратқан, сондай бір өзіне сенімді ер жігіт келген еді. Мына жақта біраз қыздар, енді мен де Ақтөре сияқты аттарын атамай қояйын, камерада көрінді. Маған келгенде ғой, Аружанға емес деген түр болды ол жерде. Олжас есімді, қалай болды кездесу, сырласу, жүздесу? Негізі, Олжас өзі қайда? Келді ма? Білмеймін. Әуелі сізден сұрап көрейік. Сізге ұнады ма? Негізі кездесу болды, кездестік, отырдық, тамақтандық. Бірақ та айтатыным,
кездесу болғанда асығыс болды ма ол кісі, мында сырласуда да отқанда асығып кетіп қалды. Дұрыс сөйлесе алмадық. Кездесуде де асығып тұрды бір жаққа. Көп отпадық. Но енді өзі айтқандай тұйық екен. Тұйық? Аха, тұйық екен. Маған оны ашу үшін бір аузым ауырып кетті ғой. Сөйлей берем. Ол деп қояды. Мен аузым жабылмайды. Аузым жабылмайды, оған сұрақ қоя берем, күліп қояды, отырады. Сұрақ қойса десем, білем о дейді. Сонымен. Негізі өзі келсе дұрыс болады, сұрап. Келмей қалуы мүмкін бе? Келем деп беді? Мен көрмедім ол кісіні. Білмеймін, енді маған кеше айтты, қолым босап жатса барам деп, мен оған айттым, келші депші. Келші, маған жүзік керек, ол жас дедіңіз бе? Өйткені ол мен тренировкада жұмыстам деді, андай деді, мындай деді. Бос уақыты жоқ түсінгенім бойынша. Иә, ертең әр күн барайыншы дейді. Жоқ дедім, мен де отырып оған. Ал көрейік, сіз үшін бос уақыт тапты ма екен? Ол жас, студияда болсаңыз келіңіз. Келді, бос уақыт табылды. Қош келдіңіз Олжас мырза, жайғасыңыз. Көңіл күйіңіз барлығы жақсы ма, дұрыс па? Иә, көңіл күйім өте тамаша. Кеше өте бір сондай бір керемет кездесу болды. Солай ма? Сіз үндемеді дейді кездесу барысында. Иә, побольше Аружан тыңдадым мен. Аружанның арасында айтып отырдық әңгімені. Сурет видео бар ма? Иә, бар. Түстіңіздер. Бұл маусымдағы алғашқы сурет видео кездесуден алып бірге тамашалайық. Қане кеттік. Высоко в небо улечу туда, где не был, и души твоей касаясь, ярким светом пролечу. Чтобы парить тебе я стать над облаками там в небесах. Если захочешь, только скажи, ты меня за руку крепче держи. Өте әдемі, керемет. Унисон деп жатыр, е? Ал енді сізге Аружан кездесу барысында ашылды ма? Сізге қандай қыз болып көрінді? Иә, біз эфирден кейін бардық Аружан үй жағына, кездесіп, үйінің қасындағы мейрамханадан чай ішіп, сырласып отырдық. Біраз сырларын айтты, сырластық екеуміз, бір-бірімізді жақсылап таныдық деген ойдамын. Маған өте ұнады өзіме. Ұнады, Аружан. Тамаша. Күшті. Сізге бұл сұрақты енді қойғаным әбестік болар, сізге Олжас ұнады ма деп, ол құпия болып қалсын. Ал Олжас сізге бір сыр құпиясын, өмірінде болған ерекше жағдайларды айтып бөлісті ме? Жоқ, онда ештемсе айтпады маған. Неге ештемсе айтпадыңыз? Мен танып білмедім ол кісін бір ой. Білмеймін, маған мен үшін Олжас бір құпия болып қалды ма, жұмбақ болып қалды ма, мен түсінбей қалдым. То ли былай ма деген сияқты. Бәлкім бұл Олжастың сондай саясаты шығар? Бірден ашылмай. Білмеймін, сол әдесте отқан сияқты, 5-6 рет кездескісі келіп тұр ма, әдей ашылмай отқан сияқты. Ол да мүмкін, может. Сізді көру үшін солай созып кездесуде. Міне көрдіңіз ғой. Тау бол десе қайтасың. Бірақ енді сіздің қарбалас екеніңіз рас сияқты, е? Жұмыс, спорт, зал, би. Иә. Бос уақыт жоқ мүлдем. Бос уақыт жоқ емес енді. Аз өте. 15 минут. Жоқ, 15 минут емес. Табамыз ғой. Қыз десе табамыз ғой деңізші. Ал қатысушылардың сұрақтары болса, Әділет мырза, Ақтөре мырза, Асхат Хамрақұл, Айкерім. Айта берейін ба, Диана ханым? Әділетке екен деп қалдым. Білесіз ғой, мен қонақ сыйлаймын. Олжас, қош келдің. Айтпақшы, Ақтөре, сіздердің қатысушылардың ортақ тобына кіретін ниеттеріңіз жоқ па, WhatsApp желісінде? Ниетіміз ба? Шақырту жоқ. Бар ғой, Диана ханым. Шақырту жоқ. Білесіз ғой, біз қарапайымбыз ғой. Енді что-то біреу шақырмай жатырған, вечерге шақырған, негізі бұлар вечерге шақырған білгем мен осындай болады. Соң қойыңдар деген мен барамайын. Ой, сіз барсаңыз онда қиын болатын еді, Ақтөре. Мен барғанда бұндай әңгіме болмайтын еді, Диана ханым. Бәрін бүйтіп қайтаратын едім, нормально. Ой, не деген қарапайым. Қазір мақтаулар жалғасып кетпесін деп біз жарнамаға кетіп үлгерейік. Бізде жарнама.